Hello everyone! Бүгінгі сабақта біз ағылшын сөздерін жаттау, яғни есте сақтау өте оңай екендігіне көз жеткізетін боламыз. Және де небәрі 5-ақ минуттың ішінде біз бірнеше ағылшын сөздерін оп-оңай есімізге сақтап алатын боламыз. Және де бүгінгі біздің сөздігіміздің тақырыбы ол бізде ағылшынша адамның мінез-құлқын сипаттау. Адамдардың мінезін ағылшынша қалай сипаттаймыз, және ол жерде қандай сын есімдер қолданамыз. Personal adjectives деп айтсақ болады, осындай сөздермен танысатын боламыз. Мысалға, бір адам жақсы деп айтатын болсақ, жалпы сөз ол бізде nice, біреу жақсы, мейірімді, не болмаса әдепті, ұнамды адамдар, кішіпейіл деп айтатын болса, ол бізде жақсы адам деп айтамыз, Мысалға, he's a nice person деп айтуымыз мүмкін, Енді бізде тек қана nice сөзін қолданбай, жалпы сол nice сөзін қолданбай, енді именно қандай ол жақсы болса да, именно қандай жақсы адам екендігін нақтылап айту үшін nice сөзінің орнына басқа да сын есімдер қолдансақ болады. Nice-тың орнына басқа сын есімдер, Яғни ол жерде енді қандай сөзді қолдансақ болады десеңіз, ең бірінші ол бізде gracious, courteous, likable, не болмаса lovely деген сияқты сөздерді қолдансақ болады екен. Осы бізде nice сөзінің орнына. Мысалға, алғашқы сөзіміз ол gracious, яғни gracious сөзіне тоқталып өтейік. Бұл бізде жаңағы кішіпейіл, әдепті адамдарды айтатын болсақ, gracious сөзі қолданылады. Мысалға айтатын болсақ, she was very gracious to her guests деп айтатын болсақ, яғни ол қонақтарына өте әдепті болды, не болмаса кішіпейіл болды деп айта аламыз. Ал келесі біздің екінші сөзіміз nice-тың орнына ол courteous. Қайталап көріңіз, courteous. Courteous дегеніміз ол бізде әдепті, яғни сыпайы адамдар туралы айтқан кезде қолданамыз courteous-ты. Мысалға айтатын болса, he was courteous to everyone at the meeting деп айтатын болса, яғни ол кездесудегі әрбір адамға әдепті болды, сыпайылық танытты деп айтқан мағынаға ие болады. Ал енді бізде келесі қандай да бір адам, мысалға адамдарға жағымды, сүйкімді, ұнамды адам болатын болса, онда біз оны likable, не болмаса lovely деп айтамыз, Мысалға, she's very likable and friendly деп айтатын болсақ, ол өте сүйкімді және достыққа ашық деп айтамыз. Ал келесі сөз, яғни бір адамның мінез құлқы, егер мынандай болса, көп білгісі келіп тұратын болса, мынау не? Ал анау ше, бұл не үшін? Мынау не? Деген сияқты қайта-қайта көп білгісі келіп, әртүрлі сұрақтарды қоя беретін адамдарды, әсіресе кішкентай балалар, Кішкентай балалар, мама, анау не? Анау ше, анау не? Ол неге? Деген сияқты көп сұрақ қояды, Сондай білгісі келіп тұратын, көп білгісі келетін адамдарды біз ағылшын тілінде curious деп айтамыз. Қайталап көрейік. Curious. Ал енді осыған мысал келтіретін болсақ, the child was curious and asked many questions деп айтатын болсақ, яғни бала өте жаңағы білгісі келе береді, маған көп сұрақтар қойды деп айтатын болсақ, осы curious сөзін қолданамыз. Ал келесі біз егер мынандай адамдарды сипаттайтын болсақ, сезімтал, көңілшек адамдарды сипаттайтын болсақ, онда ондай адамдарды ағылшын тілінде біз emotional деп айтамыз. Emotional. Мысалға айтатын болсақ, my mom is an emotional person because she easily feels happy or sad. Яғни менің анам өте сезімтал адам, себебі ол тез мұңаяды, немесе тез қуанады деген сөз. Ал егер біз бір адамды ақымақ деп есептейтін болсақ, солай сипаттайтын болсақ, онда біз silly сөзін қолданамыз. Silly, не болмаса оған синоним сөз stupid, stupid, foolish, silly деп айтатын болсақ, ол бізде ақымақ деген мағынаны білдіреді екен. Мысалға, ақымақ болмасаңшы деп айтатын болсақ, don't be silly деп айтамыз, Don't be silly, ақымақ болмасаңшы деген сөз. Не болмаса тағы да, ол ақымақ адам, ол ақымақ қой, ол нағыз ақымақтың өзі деп айтатын болса,
she's silly. Не болмаса he's silly. Я? Не болмаса she, he'дің орнына бір адамның атын қойып айтсақ болады. Кім ақымақ, соны айтамыз дағыны is деп silly деп айта береміз. Ал егерде енді бізде күлкілі, бір көңілді, қылжақбас деп айтамыз ғой, сондай адамдарды сипаттайтын болсақ, онда оны ағылшын тілінде funny деп айтамыз. Қайталайық. Funny. My friend is funny person. My friend is a funny person. Болды. Яғни менің досым көңілді адам. Не болмаса менің досым қылжақбас, қалжыңбас деген сияқты мағынаны білдіреді. Яғни ол қандай адамдар? Әрқашан қалжыңдап, адамның көңілін көтеріп жүретін адамдарды біз funny деп айтады екенбіз. Ал енді бізде келесі уайымшыл, алаңдап, қобалжып жүретін адамдарды қалай айтамыз десеңіз, ондай адамдарды ағылшын тілінде anxious деп айтамыз. Яғни, мысалға, қалай айтсақ екен, біз көбінесе мамаларымыз сондай болады, уайымдап, мазасызданып тұратын адамдарды сол anxious деп айтамыз. Мысалға, my mom always gets a bit anxious if I don't arrive when I say. Мысалға, мен сағат 10-да келемін дедім, бірақ мен 10-да жоқпын, әлі келмедім. Ал сол кезде басталады. Hello, sweetie, where are you? It's 10 o'clock. Деген сияқты басталады, уайымдап басталады. Осындай адамдарды біз anxious деп айтамыз. Енді сіз қазір өзіңіз айтып көріңіз. My mom is anxious, не болмаса менің досым сондай уайымшыл деген сияқты айтатын болсақ, қалай айтамыз? Кім сізде anxious person? Сол туралы жазып айтып кетіңіз. Осы сөздерді тез-тез есіңізге сақтап алыңыз. Goodbye.